келінін жамандайтын енелерге айтам, сол келіндіге сенің қандай еңбегің сіңді дейін. Сен туған жоқсың, сен түн ұйқыңды 4 бөліп бесік теріп етпедің. Ауырған кезінде сен сарылып қасында отырмадың. Оның тай-тай басқаны, оның жүргені, оның бақшаға барғаны, мектепке, бүткіл ауыртпалығының барлығын оның ата-анасы көтерді. Оқытты, жетілдірді, дап-дайын күйі сенің қолыңа мә деп ұстата салды. Бүтін бір адамды дайын дүниеге ие бола алмасаң, өзіңнің білгеніңді соның бойына құя алмасаң, онда сен кімсің деймін? Кімсің? Кез келген әйел ене бола алады, ал ана бола білу керек. Өйткені енді оны сол үйге тұрақтандырып, өзіңнің үлгенігіңді көрсетіп, өзіңнің ізбасарың, өкше басарың етіп, сол үйдің отын жағып, қазаның қыратұғын ана ретінде ұстап қалу, ол саған байланысты деймін жаңағы енелерге.